Мази Кук арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін ет пен асқабақ қосылған манты дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге кеңес беремін, осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал онда бастайық. Алдымен қамырымызды илеп алайық. Оның барлығын електен өткізіп алыңыз. Үстінен тұз қосыңыз. Және суды біртіндеп құйыңыз. Жұмсақ емес, тығыздығы кішкене қаттылау қамыр илейміз. Қамырды 5-10 минут басып әбден илейіңіз. Содан кейін жарты сағатқа пакетке салып, қамырымызды демалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Барлығын кішкентай 4 бұрыштап қолмен турап алдым. Асқабаққа кішкене қант қосамыз. Пияздың үстіне қара бұрыш қосамыз. Ал ет пен құйрық майдың үстіне тұзды қосамыз. Енді біртіндеп араластырып, салмамызды дайындап қоямыз. Салмасына міндетті түрде су құйыңыз. Сол кезде ішінен сорпасы ағып, мантыңыз сондай дәмді болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрышты қосыңыз. Қамырымыздың кішкентай бөлігін кесіп аламыз, қалғанын целлофановый пакетке сала тұрыңыз, беті кеуіп кетпес үшін. Енді осындай кішкентай бөліктерге бөліп, әр қайсысын жайып шығамыз. Қалғанын кеуіп кетпейтіндей қылып, сүлгінің астына қоя тұрыңыз. Ал енді оқтаумен жайып шығайық. Шеттерін қаттырақ жайыңыз, сонда ол жерлері жұқалау болып, түйген кезде қалың болмай, әдемі болып шығады. Әр мантаваркаңыздың астын сұйық маймен майлап шығыңыз. Және мантыларыңыз бір-біріне жабыс қалмас үшін кішкене болса да алшақ қойыңыз. Мантаваркаңыздың суы қайнағаннан кейін буда 45 минут қақпақ астында пісіріп аласыз. Мінеки мантамыз пісіп шықты. Қамыры езілмей манты жақсы түседі. Ішіндегі салмасы мен сорпасы ішінде қалып, дәмді болып шығады. Қызыл бұрышты сеуіп жіберіңіз де бір мантыны асап жіберіңіз. Бейне рецепт ұнаса, арнамды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.